Ғарышкерлер күніне орай ұйымдастырылған «Мен ғарышкер боламын» атты сурет көрмесінде 3-ші орын иеленгені үшін 2-ші Ғ сынып оқушылары марапатталады. Қол соғып қошаметтеп қойыңыздар. Сайысқа қатысқан оқушылар келіңіздер. Сурет салған оқушылар келе қойыңыздар. Осы сынып 2-ші Ғ сыныбы 3-ші орын алып жатыр. Құтты болсын. Ала ғой, екеуің бірге ұстаңдар. Балалар, қазір бізде жаратылыстану сабағы, біздің бүгінгі тақырыбымыз дыбыстар қандай болады деген тақырып, оқулықтарымызды ашып, бүгінгі сабағымызға зер салайық. 79-шы бетті ашайық, кәне? 79-шы бет. Дыбыстар қандай болады деген тақырып. Аштық па? Жақсы. Ендеше бүгінгі біздің балалар мақсатымыз, бүгінгі біздің білетін, білу керек, білуге тиісті мақсатымыз балалар, дыбыстың түрлерін білеміз, және қатты және бәсең дыбыстарды ажырата алатын боламыз екен, Енді тақтадағы суреттерге зер салайық барлығымыз. Бірінші, ненің суретін көріп тұрмыз? Хормен айтпаймыз, қол көтер жауап береміз. Айжарқын? Сарқыраманың суретін көріп тұрмыз. Ол сенің ойыңша қандай дыбыс шығарады? Қатты ма, баяу ма? Қатты дыбыс шығарады дейді. Сарқыраманың дыбысын білеміз бе, балалар? Келтіріп көрейікші кәне барлығымыз. Барлығымыз бірге. Қалай ағады ол? Жоғарыдан төмен қарай, Жоғарыдан төмен қарай ағады, кәне барлығымыз сарқырама боламыз, кәне. Қаттырақ ол, қатты дыбыс қой. Аяғымызбен бірге топырлатамыз. Жақсы, тамаша. Келесі ненің суретін көріп тұрмыз? Балалар кітапханада не істеп отыр? Кітап оқып отыр. Ол жерде қандай дыбыс болуы мүмкін? Бағжан? Баяу дыбыс дейді. Қандай? Тыныш, тыныштық. Неге тыныш болады кітапханада? Неге тыныштық болады кітапханада? Неге тыныштықты сақтауымыз керекпіз? Асия? Кедергі жасамау үшін ақырын, баяу, тыныш қана оқиды екен, балалар? Ол қандай дыбыстарға жатады? Қатты ма, шулы ма? Баяу дыбыстарға жата ма, қатты ма? Баяу дыбыстарға. Ендеше барлығымыз кітапханада отырған кейіпті көрсетейікші кәне? Кітапханада қалай отырамыз? Кітапханада отырғандай болайық кәне. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Келесі қандай суретті көріп тұрмыз? Мирас? Мирас? Хан шатыр. Оның ішінде қандай болуы мүмкін? Бәрі тыныш болып жүр. Ендеше оқулықтағы тапсырманы кім оқиды маған? Ерсұлтан оқи қойшы. Оқулықтағы. Стадионның суретін орнынан тұрып айта қой. Стадионның суретіне қара. Онда не болып жатыр? Қандай дыбыстардың естуге болады? Бұл дыбыстардың қаттылығы туралы не айта аласың? Стадионда қандай дыбыстар көзіне жатады? Тамаша. Ал енді стадион туралы кім өзінің ойын толық айтып береді? Өзінің ойын толық. Самғар. Айта қойшы кәне. Стадионда қатты шу болады. Тамаша. Айта бер. Тыныш. Айта бер. Неге шу болады? Не себептен? Не себептен шу болады? Өйткені жаңа ғана айтқанбыз, ол туралы. Стадионда қатты шу және де ысқырықтар аяқтың тасындағандары естіледі. Тамаша.
Ал, әділет қоса қойшы, қосарын. Қосарын болса қос. Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді балалар, сендер қазір топқа бөліне қоямыз. Бірінші топ келіп, кез келген мына жерден қағаз ала қояйық жылдан. Біреуін, кез келген біреуін алда отыр. Тез. Тез. Ернұр, алда тез отыр. Жақсы. Так, келесі топ келеміз, тез. Ал, тез. Жақсы. Так, келесі топ келеміз. Алып отырамыз. Біреу ғана аламыз да отырамыз. Жоқ, бірінші алдың ғой, соны ауыстырмаймыз енді, балалар. Ауыстыруға болмайды. Так, келесі топ келеміз. Так. Балалар, сарылар, мынау сары 4-1 тобына жинала қоямыз, мына жерге сарылар. Алмалар, анау 4-ші партаға жиналамыз, алмалар. Қызыл үшбұрыштылар, мынау топқа жиналамыз. Ал енді балалар, сендер топқа бөліндіңдер, енді сендерге мынадай топтық жұмыс берейін деп отырмын. Мұқият болыңдар, Так, міне мына екі топқа мынадай заттар беріледі. Қазір айтам, не істеу керек екенін. Міне, ортаға қойып қоямын. Сосын мынадай заттар беріледі. Тыныш. Міне. Мынау топқа мынадай зат беріледі, міне. Төгіп алмаңдар, Кітапты ортасын ашыңдар. Бұл міне балалар стақандағы су, Төгіп алмаймыз. Және мынадай стакан беріледі, Сонымен қатар, міне мынадай кішкентай доп беріледі. Сосын келесі топқа мынадай заттар беріледі. Сендерге, Енді тыңдап алыңдар, бұны не істейді екенсіңдер қазір? Мұқият тыңдаймыз. Әр топ, Марғұлан, Еламан, әр топ бір қатты дыбыс, бір баяу дыбыс ойлап табасыңдар, осы заттарды пайдалана отырып. Жарай ма? Сендерге 5 минут уақыт беріледі. Сол 5 минут уақытта ақылдасып, бірнеше дыбыс шығаруға болады. Еламан, тыңдап алыңдар. Ернұр, тыңдадыңдар ма? Қалай пайдаланасыңдар, өздерің біліңдер. Жақсы ма? Қауіпсіздік ережесін сақтаңдар, балалар. Қолдарыңа кіріп кететін заттар болса, абайлаңдар, жарай ма? Уақыт кетті. 5 минут уақыт. Ақылдасамыз. Ақылдасамыз. Мынаны алып тастайыншы. Қайшыны алып тастайыншы. Басқасını істей беріңдер. Ойлаңдар, ойластырыңдар. Қалай дыбыс шығаруға болады? Баяу дыбыс және қатты дыбыс, Түртен ғана салып етіп тұрайын. Ойластырыңдар. Мына кім? Марғұлан ойыңды бөліс, балалармен осындай дыбыс шығаруға болады деген сияқты, Өздеріңе қауіпті зат болса істемейсіңдер, Ойластырыңдар өздерің. Қағазды мұжуға болады, Ал? Тақта? Жақсы қолданасың қазір. Ойластыр, балалармен бірге шеш. Жақсы. Так, отырамыз.
Болған топ, қолдарыңды не істейсіңдер? Көтере қоясыңдар, иә? Еламан. Шуламаймыз. Так, 3 топ болды. Сендердің топтарың. Арсен, болды ма? Ал ендеше қолдарын көтере қойыңдар. Дайынбыз ба көрсетуге? Так, ендеше Еламанның тобынан бастайық. Кімге ортаға көрсете алады? Нешеуің дайындалдыңдар осыны көрсетуге? Неше бала? Келіңдер бәрін. Заттарыңды алып келіңдер. Ортаға шығыңдар. Ортаға шық. Ал басқа топ, балалар. Басқа топ. Бұл топты бағалау үшін назар аударамыз, иә? Алмалар тобы, тыныш. Балалар, басқа топтар біздің бұл топтың дайындаған жұмыстарын Еркебұлан барлығымыз бірге тамашалап көрейік, иә? Қолдау көрсетейік. Олар бізге қандай дыбыстар дайындады екен? Қане Еламан шыға ғой, ортаға көрсете ғой. Мен осы құралмен қатты дыбыс шығарамын. Қатты дыбыс ал, көрсете ғой. Тамаша, қол соғайық. Жарайсың. Келесі, Марғұлан қандай дыбыс ойлап? Пластмассамен қатты дыбыс шығарамын. Тамаша, жарайсың. Келесі, Мирас. Мен осы ұстағышпен бәсең дыбыс шығара аламын. Бәсең дыбыс. Я, ашылып жабылады екен, я? Баяу дыбыс. Қайтадан көрсете қойшы. Тамаша, жарайсың. Енді айару көрсете ғой. Мен осы ұстағышпен қарындаштар ақырын дауыс шығарамын. Қане. Шынымен ақырын, иә? Қарындаштың ұшталып жатқан дыбысы шығып тұр. Жақсы, жарайсың. Қоқысқа тастай ғой. Келесі Ақниет. Бұл фломастерден құлаған кезде анау қатты дауыс шығады. Ал көрсет. Тамаша. Фломастердің жерге құлауы тамаша болды дыбыс екен, иә? Жақсы. Ендеше топты от шашумен шығарып салайық, от шашу. Ал ортаға орындарыңа бара қойыңдар. Тыныш. Так, келесі. Дайын топ бар ма тағы да? Ал, мына топты шығарайықшы, кәне ортаға келе қойыңдар. Марғұлан, қазір шулағандарың үшін бір пайларың төмен түсіп қалады топтың. Тыныш отырыңдар, жарай ма? Сосын сытырлата бермеңдер. Болды, қойып қойыңдар заттарды. Қойып қойшы, кім Ернұр? Ортаға қойш. Так, енді бұл қызыл үшбұрыш фигуралар тобы, я? Самал, қызыл үшбұрыш фигуралар тобы. Қындайық, Самғар ортаға шық, көрсете ғой. Мен мына ақ қағазбен және магнитпен қатты дауыс шығара аламын. Мысалы, мынандай. Тамаша, жарайсың. Келесі, Бағжан. Мен осы екі магнитпен қатты дауыс шығара аламын. Тамаша. Баяу ма қатты ма, қалай ойлайсыңдар? Баяу дейді. Баяу ма? Жақсы, тағы да істейікші, кәне. Апа, мен үшін? Тамаша, жақсы, қол соғып қояйық. Келесі көрсете ғой. Мен осы парақпен қатты дыбыс шығара аламын. Тамаша, сарылдырлап шығып жатыр, е, дыбысы, жарайсың. Келесі Әсияны ортаға шығарайық. Мына қағаздан бүктегенде қатты дыбыс шығады. Қатты ма, баяу ма? Баяу. Ал, бүктей ғой. Жақсы, тамаша. Қол соғып қойып. Керемет. Жарайсыңдар. Бұл топты қошеметпен балар, от шашумен ортаға орындарына шығарып салайық, е? Жарайсыңдар. Келесі Нұршырақтың тобын ортаға шақырайық. Келе қойыңдар. Отырсын қазір жинап алайық.
Ал топтар, басқа топты қалай тыңдаймыз? Қалай? Тыныш тыңдаймыз ба, шулап тыңдаймыз ба? Ал, тыныштықты көрсетейік кәне. Ал кәне, келе ғой. Мен мына стаканмен қатты дауыс шығарамын. Иә. Жақсы, тамаша. Шықшы бар. Шықшы. Келесі. Мұшырақ. Ақырын желпіп, баяу дауыс шығарамын. Желпіп, иә? Ал кәне. Жақсы, тамаша. Мен мына қағазбен қатты дауыс шығарамын. Ал қандай? Тамаша. Тағы да жырта ғой, жырта ғой. Иә. Қағаздың жыртылу дыбысы, иә? Тамаша. Мен стаканмен қарындаштармен қатты шығарамын. Қатты шығар. Тамаша, жарайсың. Так, тағы да. Қай топ қалды бізде? Барлығымыз шықтық па? Қайсы топ қалды? Олар көрсетті ғой. Көрсеткен жоқ па? Келіңдер. Келесі топты қарсы алайық. Арсен, келіңдер. Суды алсаңдаршы, суды. Суды алыңдар. Суды сумен істеген жоқсыңдар ма? Бұлай құяды ғой, бұлай. Алып кел бар, көрсетесің. Шығыңдар. Кім көрсетеді, шығыңдар. Шық, Зейнеп, шық тесіз. Әкел, бір стақанды мен ұстап тұрайын ба? Бұлай ұстап тұр. Ал, балалар, келесі топты қарайық, тамашалайық. Келе ғой. Емнір көрсетем дейді. Еламан? Қатты дыбыс шығарамын. Ал. Тамаша, жарайсың. Келесі, Арсен. Мен сумен, осы стаканмен және пластик стаканмен қатты Баяу. дыбысты шығарамын. Жақсы. Көтеріп құй. Көтеріп құямыз, е? Ақырын болмай, созып. Тамаша, созып құямыз, е? Міне балар, баяу дыбыс естідіңдер ме? Иә, тамаша, қол соғып қойайық. Келесі, Зейнеп келе ғой. Зейнеп, тыныш. Мен осы баяу дыбыс шығарамын. Тамаша, қалай? Жерге ұруға да болады, е? Жерге ұруға да болады. Ұра ғой, кәне жерге. Тамаша, жақсы. Қол соғып қойайық, қане. Балалар, сендердің бұл көрсетіп жатқандарың барлығы қандай дыбысқа жатады? Әсіресе барлығының көрсетіп жатқан дыбыстарың баяу дыбысқа жатады, е? Қоңыраудағы балалардың жүгіргені қандай дыбыс? Қатты дыбыс. Ендеше қатты дыбыс пен баяу дыбысты ажырата білейік, е, балалар? Жаңағы судың ағуы, ақырын жаңағы сылдырлату, қарындаштаудың барлығы баяу дыбыстар екен. Жарайсыңдар, көрсете білдіңдер. Енді бұл топты от шашумен ортаға шығарып салайық. Бара қойыңдар.